Армысыздар, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Айдана Мәуленқызы, алдымен аңдатпа. 1 ақпаннан бастап станциялардағы тарифтер орта есеппен 20%-ға көтерілді. 16 миллиард теңгеге жуық бензин заңсыз экспортталды. 3 қазақстандыққа мемлекет аралық іздеу жарияланды. Бүгін облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен бірыңғай қабылдау ашық есік күні өтті. 1 ақпаннан бастап станциялардағы тарифтер орта есеппен 20%-ға көтерілді. Бұл туралы Сенатта энергетика министрінің орынбасары Есімханов хабарлады. Оның айтуынша бұған бірнеше себептер болған. Экономистер болса тариф өсе салысымен инфляцияға әсер етеді деп отыр. Тарифтер барлық жерде өсіп жатыр. Орталық жылыту қызметтерінің құны көтерілді. Пәтерлерде ыстық батареялардың болуы қазір қымбатқа түседі. Ыстық су да қымбаттап жатыр. Электроэнергиясының тарифтері сәл өскен. Неліктен қазақстандықтарға қаңтар айында жарық пен жылу үшін үлкен шоттар келген? Энергетика министрлігі түсіндіріп өткендей, тарифтердің өсуі тозған электр станцияларын жаңарту қажеттілігіне байланысты. Сенатта белгілі болғандай, энергетика министрлігі электр станцияларының электр энергиясын өндіруге арналған тарифтерді ғана бекітеді. Мы их рассматриваем в год один раз. Біз тарифтерді жылына бір рет қарастырамыз. Жыл сайын осындай өзгерістер болады. Биыл 1 ақпаннан бастап станциялардағы тарифтер орта есеппен 20%-ға өсті. Себептері бірнешеу. Бұл шикізат тарифтерінің өсуі, көмір қымбаттаған, қосалқы бөлшектер өскен. Бірінші кезекте тарифтердің көтерілуінен халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтары зардап шегуі мүмкін дейді сарапшылар. Тарифтер көтерілген жағдайда бизнесте бірінші кезекте тарифтің өсу пайызын тұтынушыға аударады. Тарифтердің құны өскен әрбір теңге азық-түлік қызмет көрсету, күнделікті жаппай сұранысқа ие тауарлар құнына да әсер етпек. Там каждый месяц будет проходить повышение тарифов, такой задачи нет, у них тоже есть определенные правила. Ай сайын тарифтердің өсуі болады деген сөз емес, мұндай талап жоқ. Белгілі бір ережелер бар. Тариф жылына бір рет өседі, сондықтан тарифтің жоспарлы өсуі болады, және атаулы әлеуметтік көмек мәселелері қатар қарастырылмақ. Айта кетейік, инвестиция орнына тариф деген бағдарлама 2015 жылдан 2019 жылға дейін енгізілген болатын. Оны бас прокуратурамен бірқатар қоғам қайраткерлері сынға алған. Олардың айтуынша сол кезеңде халық үшін тарифтер 2 есеге өсті, бірақ жабдықтың тозуы сол деңгейде қалып қойды. 2022 жылы Екібастұздағы жылу орталығында үлкен апаттан кейін 130 мыңға жуық адам бірнеше күнге жылумен жарықсыз қалды. Содан кейін энергетика министрлігі апаттың себебі жылу құбырларының тозуынан деп түсіндірді. Сөйтіп 23 жылы билік тағы да осы бағдарламаны енгізіп отыр. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 16 миллиард теңгеге жоқ бензин заңсыз экспортталды. 3 қазақстандыққа мемлекет аралық іздеу жарияланды. Қазақстан Республикасы қаржы мониторинг агенттігінің қызметкерлері АИ-92 маркалы бензинді сату мақсатында Қырғыз Республикасына заңсыз әкетумен айналысқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты. Тергеу барысында күдіктілердің Қазақстан аумағында бензинді еріткіш және дистиллят ретінде рәсімдеп, жалған құжаттар арқылы шекарадан заңсыз өткізген анықталды. Жедел іздестіру шаралары барысында Түрксіб станциясында заңсыз жолмен жөнелтілген 500 тоннаға жуық бензин тиелген 8 теміржол цистернасы ұсталды. Жүк Қарамай Ойл шағын мұнай өңдеу зауытынан жөнелтілген және Қырғызстанға бағытталған. Тергеу мәліметтеріне сәйкес 2023-2024 жылдары аталған шағын зауыттан 102 мың тоннадан астам мұнай өнімдері көрші мемлекетке экспортталған. Алдын ала есеп бойынша қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы соңғы 2 жылда 15,5 миллиард теңгеден асып түскен. Аталған іс бойынша 3 күдіктіге мемлекет аралық іздеу жарияланды. Олар Попов Алексей Александрович, Ибраимов Рахымжан Маматұлы, Сағындықов Серік Ерланұлы. Оларға қамаққа алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Бүгін облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен бірыңғай қабылдау ашық есік күні өтті. Тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдаған облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен оның орынбасарлары және басқарма басшылары бүгін кешке дейін халықты толғандырған жағдайлардың шешімін табуға күш салды. Теректі ауданы Жаңөмір ауылындағы 2 жыл бұрын пайдалануға берілген 3 қабатты арендалық үй тұрғындары сапасыз салынған құрылысқа наразы. Олардың айтуынша терезелерінің жан-жағы жарық, жаңбыр жауса іші суға толады. Есіктері де арзан материалдан жасалған. Сумен жарық мәселесі де алаңдатып отыр. Біреу де келген жоқ. ЖКХ-ның бастығы көрді, гарантия есть, Эврика сделает деді. Болды. Весна пришла, лето прошло, осень настала, когда холода наступили. Эврика приехала, как попало, залили. Их рабочие в нетрезвом состоянии были. Как попало, залили, уехали.
Мұндағы тұрғындардың дені әлеуметтің осал тобындағылар. Бірі мүмкіндігі шектеулі болса, енді бірі жалғызбасты және көп балалар. Үйде жарық жиі сөнеді екен. Сондай-ақ ыстық суда тұрақты болмайтын көрінеді. Жалпы баспана сапасы сын көтермейді дейді тұрғындар. Осы орайда облыс әкімі Нариман Төреғалиев бұл мәселені тез арада шешуді құрылыс басқармасына тапсырды. Ауданның әкімі комиссиямен шығасында не так просто. Жаңағы жерге залили полностью балы бәрін қайтадан жөндеп беру керек. Если жөндемейтін болса, через суд заставить дейді компания. Уже шашады просто. Тағы бір мәселе Депавская 2-6 мекенжайының тұрғындарының үйі. Олар мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында салынатын үйлеріне әлі қол жеткізе алмай жүр. Мәселе шешілмеді. Себебі құрылысқа жауапты мердігер Казкол компаниясы жұмысты тоқтатқан. Шаруамыз деген дұрыс шешілген жоқ 100%, 50% тек бар қана. Ал бірінші оқуда бастап қайттан жиналыс болады. Уақытша берген үйінде тұрып қазір. Договорда бітті, қазір біздер бәріміз үйсіз қалып тұру. Әкімдік өкілдері дәл осы шараның барлық аудандарда өтіп жатқан және алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырылатынын айтты. Осы шараға барлық ауданда ұйымдастыруда Қазақстан облысының тұрғындары өздерінің толғандырған мәселелері бойынша басшыларға жүгіне алады. Осы сәтте толғандырған мәселелері бойынша сұрақтардың жауаптарын ала алады. Жалпы қазір осы шарада облыс әкімінің қабылдауына баспана мәселесі, жол мәселесі, әлеуметтік мәселелер бойынша азаматтар жүгінуде. Осыдан 2 күн бұрын 500-ге жуық адам қала әкімінің ашық есік күніне келсе, бүгін шамамен 1000-нан аса адам жеке мәселесімен мамандар кеңесін алды. Олардың 70%-ы баспана мәселесі болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Азат Сәрсекеев, Антон Астақов, ТДК 42 телеарнасы. Алғыс айту күні қарсаңында ардагерлерге құрмет көрсетілді. Орал қалалық мәслихатының депутаты мен белсенді жастар ғасыр жасаған ұлы тұлға Ұлы Отан соғысының ардагері Вениамин Скаленкаға арнайы барды. Былтыр 100 жасқа толған майдангер ерліктің нақ үлгісі. Толығырақ алдағы сюжетте. Пришли поздравить вас, уделить вам внимание, поздравить с Днем благодарности, вас поблагодарить за то, что вы у нас есть. Вениамин Пантелеевич, вам огромное спасибо за мирное небо. Вениамин Пантелеевич Ұлы Отан соғысының ардагері ғана емес, оның өмір жолы шынайы ерліктің шежіресі. 1924 жылы Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауылында дүниеге келген ол, 1942 жылы әскерге шақырылып, 98-ші гвардиялық әуе десанттық Свир дивизиясының құрамында соғыс қимылдарына қатысты. Ол майданда десантшы, танкіге қарсы қорғаныс жауынгері, радиотелеграфист қызметін атқарған. Соғыс алаңында жоғарыдан келген түрлі хабарды өте тез жылдамдықпен қабылдап, жіберетін кәсіби маман болған. Соғыстан аман оралғаннан кейін бейбіт өмірге белсене араласып, еңбекке және жас ұрпақты тәрбиелеуге атсалысты. 100 жастағы батырдың рухы мықты, өмірге деген құштарлығы әлі де жоғары. Ол өзін тың сезінеді. Тіпті ән айтып, би билеп, өзгелерді де жігерлендіреді. 100 жасқа толған Вениамин Скаленко сарқылмас даналықтың көзі. Ол өзінің ұзақ өмір сүру құпиясымен бөлісіп, жастарға өмірлік кеңес берді. Желаю вам крепкого здоровья. Ең бастысы денсаулық, ал ұзақ өмір сүрудің құпиясы жоқ. Еңбек етіп, жаман әдеттерден аулақ болу керек. Ардагер жастардың ата-бабаларының ерлігін ұмытпай, құрметпен есте сақтауы маңызды екенін атап өтіп, Қазақстанда жеңіс парадын өткізудің маңыздылығына назар аударды. Бүгінде Вениамин Пантелеевич Қазақстанда өмір сүріп жатқан 120 Ұлы Отан соғысы ардагерінің бірі. Оның тағдыры қайсарлық пен батылдықтың, отанға деген сүйіспеншіліктің символы, ал өмір жолы кейінгі ұрпақ үшін үлгі боп қала бермек. Айдана Мауленқызы, Антон Астақов, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Апта ішінде болған маңызды оқиғалар мен өзекті мәселелер жексенбі күні апталық ақпараттық сараптама бағдарламасында көрініс табатын еске саламыз. Эфирде амандықта жүздескенше. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер дүкені. Купер ерлер киімі бутигі. Сити-центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Молл сауда ойын-сауық орталығының 2-ші қабатында орналасқан.